2 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгін сіздің өміріңізде ерекше күн болуы мүмкін. Жаңа танысулар мен қарым-қатынастарды күтіңіз. Тәуекелге барудан қорықпаңыз, себебі бұл сізге үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Күні бойы позитивті болуға тырысыңыз және өзіңізді жаңаша сезінуге мүмкіндік беретін іс-шараларға қатысыңыз. Табысты болу үшін ішкі түйсігіңізге сенім артуға кеңес береміз. Торпақ, бүгінгі күніңіз сіз үшін қаржы саласында табысты болуы мүмкін. Егер ойға алған жаңа жобаларыңыз немесе инвестициялық салымдар бойынша жоспарларыңыз болса, бұл бастамалар оң нәтиже беруі мүмкін. Туыстарыңыз бен қарым-қатынастарыңызды нығайтуға кеңес береміз. Бүгінгі күн сізге күтпеген қаржылық табыстар әкелуі мүмкін, сондықтан барлық мүмкіндіктерді сәтті қолдануға тырысыңыз. Мақсатыңызға жету үшін ұзақ мерзімге жаңа жоспарлар жасауға да кеңес береміз. Егіздер, креативті және шығармашылық ойлау қабілетіңіз арта түседі. Жаңа идеялар мен жобаларды жүзеге асыруыңыз мүмкін. Өз дарыныңызды көрсету үшін тамаша мүмкіндіктер бар. Кәсіби салада жаңа мүмкіндіктерге жол ашық, соларды пайдалануға тырысыңыз. Ал жеке өміріңізге келер болсақ, жағымды өзгерістер орын алады. Шаян, бүгінгі күні сіздің эмоционалдық тұрақтылығыңыз сынға түсуі мүмкін. Жақындарыңызбен барынша ашық болып, қарым-қатынаста түсіністік таныта біліңіз. Сабырлық пен түсіністік бәрін шешеді. Отбасындағы жандармен және жақын достарыңызбен көбірек бірге уақыт өткізуге мүмкіндік табыңыз. Бұл сіздің көңіл күйіңізді көтереді және эмоционалдық тепе-теңдікті сақтауға біраз көмектеседі. Арыстан, бүгінгі күні сіздің көшбасшылық қабілеттеріңіз жоғары деңгейде болады. Жұмыс орнында немесе әлеуметтік ортада өзгелерге үлгі боласыз. Жаңа бастамаларды қолға алудан қорықпаңыз. Сіздің сенімділігіңіз бен белсенділігіңіз басқаларға да әсер етеді. Табысты болу үшін өз мақсаттарыңызды нақтылап, оларды жүзеге асыруға белсенді қадамдар жасауға кеңес береміз. Бекеш, бүгінгі күні денсаулығыңызға жіті назар аудару қажет. Спортпен шұғылданыңыз немесе табиғат аясында демалыңыз. Өзіңізге және денсаулығыңызға көңіл бөлу өте маңызды. Дұрыс тамақтанып, дене жаттығулармен айналысыңыз. Жұмыс пен демалыс арасындағы тепе-теңдікті сақтауға тырысқан жөн. Бұл сіздің жалпы өмір сапаңызға және де көңіл күйіңізге де оң әсер етеді. Таразы, сүйіспеншілік пен қарым-қатынас саласында жағымды өзгерістерді күте беруге болады. Басы бос белгі өкілдері жаңа махаббат немесе қарым-қатынастағы жақсаруларды байқайды. Әріптестеріңізбен де қарым-қатынастарыңыз жақсара және нығая түседі. Бүгінгі күні романтикалық кездесулер мен маңызды сөйлесулер үшін қолайлы мүмкіндіктер бар. Өз сезімдеріңіз жайлы ашық айтып, қарым-қатынастағы сенімділігіңізді арттыруға болады. Саршаян, бүгінгі күні сізге тағы да ішкі түйсігіңізге сенуге кеңес береміз. Ішкі сезімдеріңіз бен эмоцияларыңыз сізді дұрыс жолға бағыттайды. Жаңа ақпараттар мен құпияларды білу мүмкіндігі туады. Сізге өз сезімдеріңіз бен түйсігіңізді тыңдап, маңызды шешімдер қабылдауды кеңес етеміз. Құпияларды ашу, болмаса маңызды ақпараттарды алу мүмкіндігі жоғары, сондықтан да бүгінгі күні айтылып жатқан әрбір сөзге, орын алып жатқан оқиғаларға барынша мұқият болғайсыз. Мерген, бүгінгі күні саяхатқа шығу туралы ой немесе жаңа танысуларға тап болуыңыз ғажап емес. Жаңа жерлерді зерттеп, жаңа мәдениетпен танысуға мүмкіндік туады. Бұл сіздің дүниетанымыңызды кеңейте түседі. Бүгінгі күні сіз үшін ерекше мүмкіндіктерге жол ашылмақ. Соларды жіберіп алмаңыз. Жаңа тәжірибелермен танысулар сіздің өміріңізге жаңа леп қосатынын ұмытпаңыз. Тәуешкі, кәсіби салаңызда жетістіктерді күтуге болады. Жұмыстағы жетістіктеріңіз басшылардың назарын аудартпақ. Кәсіби мақсатыңызға жету үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашық. Бүгінгі күні сіздің қажырлы еңбегіңіз бен талпыныстарыңыз өз жемісін береді. Өз жобаларыңызды алға жылжытып, жаңа мақсаттар қоюға дайын болғайсыз. Суқойғыш, бүгінгі күні әлеуметтік байланыстарыңызды нығайтуға кеңес береміз. Достарыңызбен және әріптестеріңізбен кездесулер ұйымдастырған жөн. Өз араласатын ортаңыздағы адамдардың қолдауына ие болу өте маңызды. Жаңа адамдармен танысып, өзіңіздің әлеуметтік желіңізді кеңейтуге кеңес береміз. Бұл күн сізге жаңа достар табуға және бұрынғы қарым-қатынастарды нығайта түсуге зор мүмкіндік береді. Балықтар, бүгінгі күн шығармашылық және рухани дамуға бағытталса жақсы болады.
Өзіңіздің шығармашылық салаңызбен немесе медитациямен айналысуға кеңес береміз. Жаңа рухани білімдер мен тәжірибелер сізге алдағы уақытта зор шабыт береді. Өз ішкі әлеміңізге назар аударып, жан тыныштығын табуға тырысқан жөн. Сіздің шығармашылық қабілеттеріңіз ашыла түсіп, жаңа идеяларыңыз көп болмақ. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызға алдағы күнге сәттілік, қуаныш, үміттеріңіздің ақталуын тілеймін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.